Жалқаулықты қалай жеңеміз? Жалқаулықты қалай жеңеміз дейсің бе? Саған сиқырлы дәрі немесе құпия формула керек пе? Ол жоқ. Шындық саған ұнамайды. Жалқаулық ауру емес. Ол сенің таңдауың. Бұл сенің әлсіздігің. Сен шаршаған жоқсың. Сен жай ғана өз мақсатыңның құнын түсінбей жүрсің. Диванда жатып, телефон ақтарып, өмірім өзгереді деп күту барып тұрған ақымақтық. Сен демалып, сылтау іздеп жатқанда, басқа біреу сенің орныңды басуға, сенің арманыңды тартып алуға дайындалып жатыр. Өмір саған ештеңе қарыз емес. Ешкім келіп сені орнынан тұрғызбайды. Сенің ең үлкен қателігің уақытым көп, ертең істеймін деп ойлауың. Бірақ ертең ешқашан келмейді. Оян, уақыт сырғып барады. Жалқаулық сенің болашағыңды, табысыңды, арманыңды ұрлап жатқан нағыз ұры. Ал сен оған өз есігіңді өзің ашып беріп отырсың. Сондықтан өз-өзіңді алдауды доғар. Аяушылықты тоқтат. Жалқаулықты жеңудің жалғыз жолы бар. Орнынан тұр да іске кіріс. Қазір, дәл осы сәтте, тек алға.